Барлығыңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге бауырдан жасалатын өте дәмі кереметтей болып шығатын котлеттің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге бауыр, жұмыртқа, сарымсақ, сүт, нан, тұз, бұрыш керек болады. Жылы сүтімізді алдыменен нанымызға құйып, жібітіп алуымыз қажет. Алдыменен біз жуаны осылай ұзынша етіп турап шығамыз. Оған сарымсақты да қосып, осылай майдалап тураймыз. Барлығын блендерге салып, езіп алуымыз қажет. Үстіне бауырымыздың аздаған мөлшерін қосып, барлығын бірге езетін боламыз. Бұл жерде менде тек қана бауыр емес, өкпе және де жүрекше де бар. Мінекей осылай дәл видеодағыдай етіп жақсылап езіп аламыз. Қатты сұйық болмайды. Енді біз жібіп тұрған нанымызды да блендерге салып, майдалап езіп алуымыз қажет. Бізде нанымыз сүтпен араластырылып, кішкене жұмсарғандықтан өте қатты құрғақ болмайды, сұйықтау болып шығады. Өте сондай нәзік, жұмсақ. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, бұл біздің котлетіміздің тез пісуіне жақсы көмегін тигізеді. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Үстіне жұмыртқамызды қосамыз. Дәміне қарай бұрыш, тұз себеміз. Енді тағы да барлығын жақсылап араластырып аламыз. Мінекей достар, бізде қоспа дайын болды. Осындай қатты сұйық емес, қою емес, өте әдемі, қалпын жақсы ұстайтын ингредиент дайын болып шығады. Енді біз табамызды отқа қойып, үстіне сұйық майымызды құйып, қыздырып аламыз. Қызып тұрған майдың үстіне бір ас қасық көлеміндегі бауырымызды осылай форма жасап, майымыздың үстіне орнатамыз. Табамыздың астын отты қатты қоймаймыз, орташа көлемде етіп жағып қоюымыз қажет. Себебі біздің котлеттеріміз күйіп кетпеуі керек. Мінекей, бір жағы дайын болғаннан кейін, осылай екінші бетін аударып қоямыз. Барлық котлеттерді дәл осылай видеодағыдай етіп, жақсылап пісіріп аламыз. Мінекей достар, бізде бірінші порция дайын болды. Барлығын дәл осылай етіп пісіріп алуымыз қажет. Достар, мінекей біздің котлеттеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Біздің котлеттеріміздің ортасы толығымен піскен. Міндетті түрде жасап көріңіздер, достар, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Үй іштеріңізді қуантып, осылай жиі котлет жасап тұрсаңыздар болады. Өте сондай дәмді, құрғақ, қатты майлы емес болып шығады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Достар, YouTube каналыма тіркеліп, колокольчик басуды ұмытпаңыздар, себебі алда көптеген видеолар болады. Астарыңыз дәмді болсын.